Көршінің ұлын мерт қылған су перісі. Шығарма авторы Оңталап Қайсақов. Берер тәрбиесі мол, өнегелі оқиғаларды баяндайтын каналдың дамуы үшін лайк басып, каналға тіркеліп алыңыз. Бала күнімізде әжем түнде суға бармаңдар деп көп айтатын. Балалық па әжеміздің айтқанын көп тыңдай бермейтінбіз. Әсіресе ауыл сыртында ағып жатқан өзенге кешке қарай ұрланып барып, бір сүңгіп шықпаса құмарымыз қанбайтын. Күн ұзақ ыстықтан кейін кешке қарай денемізді салқындатып алғымыз келіп тұратын. Бір күні түнге қарай қымызды салқындатып қою үшін қымыз астына құятын суға жұмсап жатқан шешемді көріп қалып, әжем қатты кейіді. Балалардікі балалық дейік, саған не жоқ. Ана Өскенбайдың баласының түбіне су сайтаны жеткенін білесің ғой, қымыз салқындамақ тұрмақ, іріп кетсін, мейлі балаларды суға жұмсама деді қатқыл дауыспен. Екі шелегін дайындап қойған апам не дерін білмей тосылып қалды. Ауыл шетіндегі Өскенбай ағаны танитынмын. Баласы қайтқаннан кейін тұйықталып үйінен шықпай қалды дегенді де құлағым шалған болатын. Алайда мән бермеппін. Балалық қызығушылықпен әже Өскенбайдың баласының суға не қатысы бар дедім, шеті шыққан әңгіменің анық-қанығын естігім келіп. Әжем күрсініп алып әңгімесін бастап кетті. Ешқашан түнде суға барма. Ағынды суға түспе. Судың иесі болады, оның мазасын алмау керек. Су сайтаны болады, кезігіп қалған адамының иесін аудырып, ертіп кетеді деген сөз бар. Алда-жалда суға бара қалсаң, су иесі Сүлеймен суыңызды сұраймын деп 3 рет тас лақтырып, рұқсат сұрап алып барып су ал. Өскенбайдың баласы аңғарымсыздығынан су сайтаны түбіне жетті. Өзің білесің, Өскенбай ағаңның үйі ауыл шетінде, өзен жағасына таяу орналасқан ғой. Ер жетіп қалған баласы 16 жасқа жеткенде түнге қарай өзенге суға шомылуға барған. Қайтар болмаған соң іздеп шыққан шешесі су жағасында өз бейнесіне өзі қарап сықылықтап күліп отырған жерінен тауып алып, қорыққанынан кері ауылға қарай қашқан. Содан көрші көлем, ауыл аймақ жиналып барғанымызда баласын есалаң кейіпте бейнесіне қарап су жағасында өз-өзінен күліп отырған жерінен тауып алдық. Баласы содан бастап сөйлеуден қалды. Қит етсе үйінен жоғалып кетіп, су жағасынан тауып алып жүрдік. Ата-анасының көрсетпеген жері қалмады. Бірақ еші ем қонбады. Қазақы емге де апарып көрді. Көрші ауылдағы молда атай ғана емдеуді тоқтатыңдар, балаларына су перісінің көзі түскен екен, алмай қоймайды депті. Көз алдарында тірілей балаларынан айырылған әке шешесінде де ес қалмады. Одан кейін де ем іздеп талай жерді шарлады. Бірақ балаларына ем қонбады. Ақыры бір күні ауыл шетіндегі үйінен шулап жылаған дауыс естілді. Баласы өзі жалғыз ұлы еді. Бетінен қақпай айтқанын қыла беретін. Суға да сол тыңдамай барып жүрді ау. Әйтпесе әке шешесі түнде суға баруға болмайтынын білмеді дейсің бе? Ол ұлдан бөлек 3 әпкесі болатын. Әке шешесі 3 әпкесі балаларын жоқтап, шырқырап жылағанда бүкіл ауыл қосылып жылады. Сөйтсе тағы үйінен шығып жоқ болып кеткен соң үйіндегілер өзенге іздеп барыпты. Сөйтсе денесін қалқып жүрген жерінен өзеннен тауып алыпты. Сірә, суға түсіп кеткеніне де біраз уақыт болса керек. Тауып алған кезде де бетіндегі күлімсіреген бейнесі жоғалмапты. Сірә сол су перісі ертіп кетті деген әңгіме рас болса керек. Негізі сау кезінде суда өте жақсы жүзетін бала болатын. Байқамай түсіп кетуі мүмкін емес. Солай жалғыз ұлдарының түбіне су перісі жетті. Кейін шешесінде сол ұлдың күйігі алып кетті деді әжем терең күрсініп. Денем түршігіп кетті. Содан қайтып ауыл шетіндегі өзенге түн түгілі күндіздің өзінде ойланып баратын болдық. Түнге қарай құдыққа бармау керектігі де миыма жатталып қалды. Өзімде содан бері су иесі, су перісі деген ұғымдарға күдікпен қарамайтын болдым. Оңталап Қайсақов. Тылсым дүниеде су перісі болатыны туралы ел адамдарының аузынан естіген мына бір оқиғаны баяндай кетейін. Бүгін Айнаштың көңіл күйі болмады. Таңертеңнен қабағы тарта береді. Түні бойы ұйқысы шала болды. Бастырылып қалды ма, қорқынышты түстер көрді ме, мазасы жоқ. Біреу алыстан дауыстап шақырғандай құлағына күбір келді. Басы да зіл тартып тұр. Бұрын мұндай сырқаты жоқ еді. Анасынан сұрап дәрі ішті. Қызының кіртиген көзіне қарап, бибі уайымдап қалды. Қызының қылығы біртүрлі. Түні бойы ұйықтамаған ба, көзінің асты ісіп кетіпті. Не керек, Айнаш үйге сыймады. Үй шаруасына қолы бармай қойды.
Киініп аулаға шықты. Күн райы тамаша. Бірақ бұлтсыз ашық аспан қыздың көңілін сергітпеді. Екі иығы ауырлап күрсіне дем алды. Ауладан соң көшеге шықты. Клуб жанында біраз аялдады. Кенет құлағына алыс жақтан дауыс жетті. Айнаш селт етіп басын көтерді. Бейтаныс дауыс Дариядан шыға ма? Айнаш. Бері келші. Әлденеге асыққандай қыз аяғын жылдам басып өзенге қарай жүрді. Жағаға жеткенше тағаты таусылды. Қызық. Еңсесін басқан салмақтан жеңілдеп сала берді. Сол сәтте су бетіне қарады. Аяқ астынан жел тұрды ма, әлде толқын бұрыннан бар ма, су беті теңселгендей болды. Манадан шыққан дауыс толқын арасында жүргендей. Тағы да Айнаш деді бәсең үнмен. Қыз басын көтеріп жан-жағына қарады. Үн тыстан естілмейді. Дария ішінен талмаусырап шығады. Кенет толқын арасынан бейне шықты. Құрбысы Жанар. Мұнда неғып жүрсің? Су суық қой. Ауырып қаласың деді Айнаш есеңгіреп тұрған қыз құрбысының қайтыс болғанын да есінен шығарып алды. Енді ол жақын досына қарай ұмтылды. Ал Жанар болса нәзік саусақтармен қолын бұлғап шақырады. Келсеңші Айнаш. Бойжеткен екпінмен келіп суға түсті де кетті. Жақындаған сайын құрбысы алыстап барады. Суық су қол аяғын құрыстырып жіберді. Жаны кетіп қалғандай ма, өз денесін өзі игере алмады. Үстіндегі ауыр киім сумен өзен түбіне қарай иіріп тарта жөнелді. Жанар болса мұны келеке қылғандай сықылықтап күле береді. Жетемін деген әуремен Айнаш суға малтыға бастады. Бір сәт қол аяғы істемей қалды. Қозғалысы ауырлап суға тұншыға бастады. Жанар құтқар, деді жан ұшыра. Ал құрбы бейнесіндегі су перісі сақ-сақ күлді. Бәйшешектей қыз аяқ астынан қанды Дарияның құрбаны болды. Өрімдей жастың демі осылай үзілді. Әңгіме ұнаса, лайк басып комментарий қалдырып кетіңіз. Қазақ халқының төл тәрбиесі мен тілі, діні, салт дәстүрін насихаттайтын контентті қолдасаңыз каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Бұл сіздің қазақ тілді контенттің дамуына қосқан үлесіңіз деп есептеймін.